Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін біз 3 сынып математика 17 сабақты талқылайтын боламыз. Санды нөлге болмайтындығы. Бүгінгі сабақта көбейту мен бөлуді дегі нөлдің қасиетін әріпті теңдіктер арқылы жазып үйренетін боламыз. 1-7 есептерге дейін. Бірінші есеп. Мәні бірдей теңдіктерді тауып, ақын жазушылардың қандай өлең жазғанын анықта. Біріншісінде Әлімбаев 9-ды көбейтеміз 1-ге, жауабы 9 болады. Ол осы отанға келеді, яғни Әлімбаев отан шығармасын жазған, 3-ке 3-ті көбейтсек 9, сонда 9-ға 1-ді көбейтсек 9 болса, бұл жерден де 9 шығады. Сонда Әлімбаев отан шығармасын жазған. Ал Сейфуллин 24-ті бөлеміз 4-ке 6 шығады. Оның астында Көкшетау тұр ғой, балалар, содан 6-дан бөлеміз 1-ге 6 шығады. Сонда Сейфуллин Көкшетау шығармасын жазған, ал Мәуленов О далам менің шығармасын жазған. Енді екінші есепке өтетін болсақ, есепте қорытынды жаса. 0 көбейтеміз 5-ке қосам, теңі қосам, 0-ге қосамыз 0-ді, 5 рет 0-ді қосқанда жауабы 0 болады. Себебі 0 көбейтілген жауабы тең 0 болады. Балалар, бұны есте сақтаңдар. 0-ді көбейткенде ға жауабы 0 шығады. Яғни 0-ді 0-ге көбейтсең 0 шығады. Мысалы, 1-ге 0-ді көбейтсең 0 шығады, 2-ге 0-ді көбейтсең 0 шығады, солай ғой. 2. Өзара байланысты теңдіктер қалай құрылған? 0 көбейтілген 5 0, 5 көбейтілген 0 0, 0 бөлінген 0, 0 көбейтілген 4 0, 4 көбейтілген 0 0, 0-ді бөлсек 4-ке 0. Бұл жерде де 0-ді көбейтсек те, бөлсек те 0 жауабы шығады. Есте сақтаңдар, көбейткіштердің бірі 0-ге тең болса, көбейтіннің мәні де 0-ге тең болады. 0 бөлінген тең 0, себебі көбейтілген 0 теңі 0. Егер 0-ді санға бөлсе, онда 0 шығады. Ны бөлеміз 0 санды 0-ге бөлуге болмайды. 3. Қима қағаздағы өрнекті пайдаланып, тура теңдік және теңсіздікті құр дейді. 1-ді көбейтеміз 5-ке, яғни бұл жерде 5 шығады. Тура теңдік, тура теңсіздік қылып 2 топқа бөліп алып жазатын боламыз. Бұл жерде 8-ді көбейтеміз 0-ге, жауабы 0, 0-ді көбейтеміз 6-ға 6. Енді теңсіздіктерді істейтін болсақ, 1-ді көбейтеміз 5-ке 5 шығады. 1-ді 3-ке көбейтсек 3, 3-ке көбейтеміз 1-ді 3, 9-ды бөлеміз 9-ға. Бұл жерде 1 қалады, яғни балалар осыны дәптерлеріңе жазып алыңдар. Енді келесі есепке өтетін болсақ, осылай шығарып аламыз. Енді 4-ші есепке өтетін болсақ, өрнекті оқы есепте дейді. Бұл жерде 6 есеп беріліпті. Бұл жерде 6-шы есептің екеуін мысал ретінде қарастырайық. Бірінші 32 бөлінген 8 қосылған 6 көбейтілген 0 депті. Бұл жерде бірінші бөлуді орындаймыз 0. Яғни бөлуді орындағанда 4 шығады, екінші көбейтуді орындағанда 0 шығады. Сонда 4-ке 0-ді қосамыз 4 қалады. Екіншісінде қарастырып қараса, бұл жерде де бірінші жақшанышыны орындаймыз. 459 азайтылған 455-ті бірінші орындаймыз. Сонда бірінші ол жерден орындап болғаннан кейін көбейтеміз, одан кейін бөлеміз. Сонда 0-ді көбейтеміз 4-ке, бөлеміз 2-ге, жауабы 0 қалады. Енді келесі есепке өтетін болсақ, балалар, келесі есепте мәтінді есеп екен. Бұлардың бәрін осылай орындап жазып аламыз. Мәтінді есепте 2 есеп берілген. Бұл жерде 3 пен 8-ді көбейтіп 24 деп табамыз. Яғни барлығы 24 терең көшет бар. Ал үшіншісінде де дәл солай 24-ті бөлеміз 8-ге 3 терек көшеті бар. Балалар осыны дәптерлеріңе жазып алыңдар. 6-шысында теңдеу екен. Теңдеуде көбейтілген 5 теңі 0 деп осы теңдеу дәптерлерімізге жазып аламыз. Ал 7-шісінде мысалдар, яғни олар